Бұрындықтарымызды аз да көп болсын қудырттық, ал енді ағаш туралы айтатын боламыз. Қайың, ағылшыншасы birch, бетула, береза қайыңдар тұқымдасына жататын, жалпы тұқымда 100-ден астам түрі кездесетін, жапырағын түсіретін ағаш немесе бұта. Бұл ағаштың көптеген түрлері Еуразия мен Солтүстік Американың қоңыржай және субарктикалық белдеулерінде кең таралған және аса маңызды орман түзуші тұқымдастар құрамына жатқызылады. Жапырақ ормандар мен аралас ормандардың қомақты шамада түрін және түрлік құрамын құрастыратын ағаш. Еліміздің аумағында ареал көлемі жағынан кеңінен жайылған ағаш тұқымдастар құрамына кіреді. Қазақстанымыздың жазық даласында, мысалға жалпы сырт сілемдері, Тобыл, Есіл, Ертіс, Семей, Көкшетау және тағы басқа аумақтарда 15 түрі өседі. Ең көп тараған түрі сүйелді қайың. Ботаникалық сипаттамасы: өмір сүру ұзақтығы шамамен 100-150 жыл. Қайыңдар тұқымдасының көптеген түрлерінің биіктігі 30 метр және 45 метр болуы мүмкін, ал диаметрі 120-150 сантиметрге жетеді. Ағаштың кейбір түрлері ірі немесе ұсақ бұта болып және жерге төселіп, кішкене көтеріңкілеп өсетіндерге шейін. Қайыңдар тұқымдасының барлық түрлері бір үйлі, дара жынысты және желмен тозаңданатын өсімдіктер болып келеді. Қайыңдардың тамыр жүйесі қуатты, ағаштың түрі және өсіп жетілу жағдайына қарай беткі бөлігінде немесе көбінесе қиғаштанып терең кетеді. Өскіннің өзек тамыры өте тез қурап, өліп қалады. Есесіне жанама тамырлары қуатты түрде дамиды және жіңішке шашақты түптеріне бай болып келеді. Қайың тек өсудің бірінші жылдары ғана бәсеңдеп өседі. Кейін керісінше тез өсе бастайды және бұл оған шөптер жамылғысына қарсы бәсекелестікте жеңісті қамтамасыз етеді. Қайыңның қабығы көбінесе ақ, сары, қызғылт және қызыл қоңыр. Кейбір түрлерінде сұр, қошқыл, даже прикинь, қара түсі кездеседі. Діңінің қос клеткалы тоз ұлпасы шайыр тәрізді затпен толықтанған, оны бетулин деп атайды. Бұл зат ағаштың қабығына танымал ақ түсті береді. Ағаштың сыртқы бөлік қабығы оңай түрде сылынады. Жапырақтары кезекті, бүтін, шет жақтарынан тісті, пішіні жұмыртқа тәріздес ромбылы немесе үшбұрышты жұмыртқалы, моносимметриялық, кең қиық тәріздес негізімен, жалама, ұзындығы 7 см, ені 4 см-ге дейін түсер алдында сарғаяды. Жас жапырақтары жабысқақ бандиттер. Біз жабысқақ бандиттерміз. Жапырақ алақанының жүйкесі кемел, шарбық қазбауыр жүйкелік, бүйір жіп талшықтары тістерінде тоқталады. Бүршіктері алма-кезек, отырыңқы, спиральда орналасқандармен жабылған, жиі жабысқақ қабыршақтарымен, ал бүйір бүршіктері кішкене артта алған. Аталық гүлдері сырға тәріздес, гүл шоғырындағы көдеде орналасқан. Жаз айларында ұзарған өскіндердің шыңы жағында көріне бастайды. Әдетінше 2-3-тен, басында олар тіке тұратын және жасыл түсті, кейін ептеп қоңырқаяды. Ұзындығы 2-ден 4 см-ге дейін. Аталық сырғаларының құрылымы сансыз көп, орталық өзек гүлдеріне жабысқан, қалқан пішінді, сабақ тәрізді жапқыш қабыршақтар. Олар үсті жағынан кеңейтілген, астыңғы жағынан кішірек екі қабыршақтарымен және ішкі жағынан үшкілі орналасқан. Әрбір гүлі солайша қабыршақ тәрізді гүл серігімен қамтылған және олардың ішінде ұрықтандыратын аталық мүшесі орныққан. Сырғаның толығымен сырт жағы ылғал өткізбейтін шайыр затымен оранған. Сол қалыпта сырғалар қыстайды. Көктемде наурыз-мамыр айлары арасында аталық сырғалардың өзегі ұзарады. Соның салдарынан гүлін қоршаған қабыршақтар ашылады және олардың арасынан сырғыштау аталықтары көріне бастайды. Олар ағыл-тегіл гүл тозаңын шашырата бастайды. Бұл уақытта оның алдында тік тұрақтанған сырғалары басында иіледі, кейін тіпті салбырап қалады. Аналық сырғалары қысқартылған өскіндерінің шыңы жақтарында өседі. Бұл қысқа өскіндер өз кезегінде өткен жылғы өскіндердің бүйір бүршіктерінен өрбіген, сол себепті әрдайым бұтақтың бүйір жағынан отырады. Аталық сырғаларының гүлдеуімен қатар бір уақытта жапырақ бүршіктері және аналық сырғаларының шешек атуы орын алады. Аналық сырғалардың ілмешек қабыршақтары терең үшқалақты, бүйір қалақшалары әдетінше орташадан қысқалау. Аналық гүлдері 3-3-тен әрбір ілмешек қабыршақтардың астында отырады. Әрбір түйінінде 2 салбыраған дән ұрықшалары бар. Бозандану кезінде біреуі кеуіп қалады, ал екіншісі ұлғайып жайылады және түйіннің толықтай қуысын қамтиды. Сол мезгілде ұрықтанған аналық сырғасы ұзарады. Жиі оның аяқшасы өсе бастайды, ал өзінің жуандауы қабыршақтарының көлемі ұлғаю салдарынан болады. Сосын бірте-бірте сопақшалы немесе сопақтау цилиндрлік бүршікке айналады. Жемісі піскеннен кейін, пісуі климатқа байланысты, әдетінше ерте. Ал шілде-қыркүйек аралығында жеміс беретін сырғасы сетінейді, соңында тек сырға өзекшесі қалып қояды. Жемісі жалпиған жасымық тәрізде жаңғақ, шыңы жағынан 2 кеуіп қалған бағаншалардың көтеріп тұрған және азды көпті жұқа терілі жарғақты қанатпен қоршалған келеді.
Жемістері 3-3 қалақты жеміс беруші қабыршақтың қолтығында орналасқан. Дән ұрықтары жеп-жеңіл, 1 граммға шаққанда 5000 дән келеді. Жел арқылы оңай таралады. Жемістері ашылмайды. Таралуы. Қайыңдар тұқымдасының көп түрлері суыққа өте төзімді болып келеді. Топырақ құнарлығына ағаштың талабы жоқ. Қайың түріне байланысты құмды және сазды, бай немесе кедей, ылғалды немесе құрғақ құрамды топырақтарда өсе береді. Сол себепті ол ылғалды өзен көл жағалауларында, батпақтарда, батпақты тундраларда немесе құрғақ тасты беткейлерде және еліміздің қапырықты құрғақ даласында да өсетін өсімдік. Тұқымдастың көбісі жарық сүйгіш келеді, бірақ кейбірі көлеңкеге аса төзімді келеді. Қайыңдардың көп түрлері пионер ағаштар. Олар ағаштар кесілген, күйген, бос жатқан жерлерде, тақыр жерлерде жақсы өсіп қоныстанады. Осындай аумақтарда жиі түрде таза қайыңды көшеттер байқалады, көбінесе шөпті түрі. Сол себепті қайыңды топырақ жақсартатын тұқымға жатқызады. Кейін ағаш құрамы өзгереді. Қайың шырша ағашымен ығыса бастайды. Өйткені шыршаның жас өскіні қайыңның біршама күн түсетін жамылғысының астында өмір сүре береді. Ал қайыңның жас өскіндері шыршамен көлеңкеленіп өліп қалады. Қайыңдар тұқымдасын әртүрлі жәндіктер, шыбын-шіркейлер жақсы көреді. Оның ішінде қырық буын, қайыңды мүркөбелек, жапырағын жейтін зауза қоңыз және тағы басқалары. Қайыңдардың шағын ормандарында немесе онымен аралас ормандарда микориза жасаушы саңырауқұлақ түрлері тән. Және олардың көбісі тек қана қайын ағашымен немесе басыңқы түрде сонымен бірлесіп өмір сүреді. Құрамы және қолданылуы. Қайыңның бүршігі мен жапырағында, гүлі мен діңінің қабығында және ағашы мен шырынында емді қасиеттер бар. Оның бүршіктері мен жапырақтарының құрамында эфир майы, қара май, флавоноидтар, сапониндер мен С дәрумені бар. Медицинада бүршігі мен жапырағын бүйрек ауруларына қарсы ем ретінде қолданылады. Сүрегі. Қайын ағашын көбінесе 40-50 жас аралығында кеседі. Әдетінше ол сол кезде жақсы өніп піседі. Отынға 40-тан 60 жасқа дейін алынады. Құрылыста сүрегі аса қолданбайды, өйткені саңырауқұлақшалардың дамуына байланысты тез шірей бастайды. Тағы да сүрегі туралы айтып кететін болсақ, ауыр және тығыз, әжептәуір мықты, жарылып қалуға жақсы түрде қарсылық көрсетеді. Ақ түсті, өзек айналасы сарғыштау, жоғарғы сапалы фанера, шаңғы, шағын қашалған ойыншықтар атыс қаруының дүмбісін жасауларына кең қолданыста. Ағаштың аса бағалысы карель қайыны, оның өзгешілігі ағаш сүрегінің өте күрделі фактурасы. Ағаштың кейде тамыр жағында, үлкен бұтақтарында және діңінде орналасқан бес бұлтығы. Ол кесілгенде өзіндік күрделі және әдемі сурет береді. Өңделген бұлтықты бұрыннан қобдиша, темекі сауыт, портсигар және жиһаздың декоративті бөліктерін жасауда қолданылған. Қайың қабығын құрап айдап айыруда қайың қарамайы жасалынады. Қайың қарамайы көбінесе медицинада және ветеринарияда антисептикалық зат ретінде қолданылады. Және ол әртүрлі қарамай сабынның құрамына кіреді. Олар өз кезегінде тері ауруларына қарсы қолданылады. Қайың қабығын тіліп, одан ағатын шырынды ішуге болады. Қайың шырынында 20% қант, кальций оксиді және хош иісті заттар бар. Оны несеп жүргізетін, ішек құртын түсіретін, қан тазартатын дәрі ретінде пайдаланады. Жабырақ жүрек жас қайың, жанымда... Қайың сауған, ел ауған деген ұғымды бәлкім естіген шығарсыз. Тарихқа үңілетін болсақ, Мұхамеджан Тынышпаевтың айтуы бойынша 1918-1920 жылдарындағы азамат соғысы тұсында жұт, малдың көктайғақтан қырылуы, қыстың ерте түсуі, шөптің жетіспеуі тәрізді себептерге қоса большевиктердің қазақтар қолдарындағы малды Қызыл армия пайдасына жаппай тартып алуы қазақтарды босқыншылыққа және қырғынға ұшыратты. Сол кездегі қайын ағашының сөлмен қалай тамақтанып, күн көргендері туралы халық естелігін әңгімелейді. Мәлім маған өмірге қайын көзіммен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым.